Түн кейде жай ғана түн болмайды. Кейде ол біреудің тынысы, кейде бір нәрсенің аңдыған уақыты. Қарагөз көліктің есігін тарс жауып, жол жиегіне шығып кетті. Жетер деді ол ашумен. Жігіті артынан бірдеңе деп айғайлады, бірақ Қарагөз тыңдамады. Ашуы басылмай, кеудесі күйіп бара жатты. Қараңғы жол, екі жақ қап-қара орман. Бұл жол тек бір ауылға баратын, басқа бағыт жоқ. Ол тоқтап артына қарады. Қазір келеді, міндетті түрде келеді. Бірақ көлік орнында тұрды. Ешкім түскен жоқ. Сосын көлік бұрылып, кері қарай жүріп кетті. Қарагөздің жүрегі бір сәтке босап кеткендей болды. Жақсы, кет деді ол, сыбырлап, бірақ дауысы дірілдеп шықты. Жолда жалғыз қалды. Тыныштық, тып-тыныш. Бірнеше минут өтті. Сосын алыстан мотор дыбысы естілді. Қарагөз басын көтеріп қарады. Кім тағы? Көлік жақындады. Ол бірден таныды. Аға, бұл ағасының көлігі еді. Қарагөз селк етті. Қысқа көйлегі есіне түсті. Үйден байқатпай киіп шыққан. Егер ағасы көрсе, ол бірден жол жиегіндегі ағаштардың арасына жүгіріп кіріп кетті. Жүрегі тарсылдап соғып тұр. Көлік дәл сол жерге келіп тоқтап қалды. Қырсық болғанда деп сыбырлады Қарагөз. Ағасы көліктен түсіп дөңгелекке қарап еңкейіп жүр. Қарагөз демін ішіне тартып, қозғалыссыз тұрды. Сол сәтте бір ой келді. Орман ішіндегі жолмен тезірек жетем деген. Ол жолды 100 рет жүріп өткен, бірақ күндіз. Қарагөз ақырын ағаштардың арасына кіріп кетті. Жолдан алыстаған соң телефонның шамын жақты. Ақ жарық қараңғылықта тесіп өтті. Орман тыныш, тып-тыныш. Не болды өзі деп сыбырлады ол, жігітін іштей боқтап. Аяғы құрғақ жапырақтарды басып, сытырлап жатыр. Жел жоқ, бірақ жапырақтар сыбдырлайды. Сосын артынан дыбыс естілді. Қарагөз тоқтады, құлағын түрді. Тоқ, тоқ, тоқ. Бұл адамның жүрісі емес, бұл тұяқтың дауысы. Жүрегі бірден мұздап кетті. Жоқ деп сыбырлады ол өзіне, басу айтып. Ол жай ғана елес шығар деп ойлады. Қайтадан жүре бастады, бірақ дыбыс та қайтадан басталды. Тоқ, 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 тоқ. Бұл жолы жақынырақ, ауыр, жерді басқан сайын дерең дыбыс. Қарагөз бұрылды. Телефон жарығын артқа бағыттады. Ештеңе жоқ, тек қараңғылық. Бірақ қараңғылықтың ішінде бір нәрсе қозғалғандай болды. Сол сәтте екі қызыл нүкте көрінді. Көздер. Қарагөздің тынысы тоқтап қалды. Ол шығып келе жатты. Қара силуэт. Адам емес, жануар да емес. Екеуінің ортасындағы бір нәрсе. Басында үлкен иірілген мүйіздер, денесі түкпен қапталған, аяғы тұяқ. Ол жерді басқан сайын жер сықырлайды. Қарагөз айғайлап жіберіп жүгірді. Артынан сол дыбыс тоқ жақындап келеді. Өте тез. Жоқ! Қарагөз жылап жүгіріп келеді. Ағаштар көз алдында бұлыңғырланып жатыр, дем жетпейді. Бір кезде ол үлкен ағашты көрді. Тамыры сыртқа шығып, астында қуыс пайда болған екен. Ол сол жерге секіріп кіріп кетті. Денесі жерге жабыстырылып, демін тоқтатты. Тыныштық. Сосын тоқ. Ол келді, мүйізді. Ағаштың қасында тоқтады. Қарагөз оның иісін сезді. Шіріген ет, ылғал, қан. Ол дем алып тұр, ауыр, ыстық. Қарагөз көзіне жас алып қозғалмады. Апам айтқан түймедақ. Ол ақырын қалтасынан кепкен түймедақтарды алып, қолымен езіп, мойнына, бетіне жағып шықты. Иісі шықты, жер иісіне ұқсас. Сол сәтте мүйізді қозғалды. Ол дәл ағаштың жанында жүр. Қарагөздің үстінен оның тұяғы жерді қазды. Бір сәт ол тоқтады, тыныштық. Сосын басын еңкейтіп иіскеді. Қарагөздің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бірақ ол оны таппады, бірден ашуланды, қатты айғайға салды. Бұл айғай емес, бұл аңырау, андам төзбейтін дыбыс. Ағаштар дірілдеді, жапырақтар түсіп жатты. Сосын ол ағашты сүзді. Қатты, ағаш шайқалды. Қарагөздің үстіне топырақ түсті. Ол көзін жұмып, дыбыс шығармауға тырысты. Тағы бір соққы. Ағаш қисайып кетті. Тағы түні бойы мүйізді оның жанында жүрді. Айғайлап, жерді қазып, ағашты сүзіп, кейде тым жақын келіп, тыныс алып, Қарагөздің шашы қозғалып кететін, бірақ ол үндемеді. Көзі ашық, жасы тоқтамайды, уақыт тоқтап қалғандай, түн бітпейтін сияқты. Сосын алыстан құстың даусы естілді. Таң. Мүйізді бір сәтке тоқтады. Сосын кері шегінді және жоғалып кетті. Тыныштық. Нағыз тыныштық. Қарагөз ұзақ қозғала алмады. Сосын біреу дауыстады. Қарагөз, Қарагөз. Адам дауысы, ауыл адамдары. Олар оны тапты. Қарагөзді ағаштың түбінен шығарды, бірақ бәрі үнсіз қалды. Себебі оның шашы бір түнде қап-қара шаштан әппақ
қудай болып ағарып кеткен еді. Сол түннен кейін Қарагөз бұрынғы Қарагөз болмай қалды. Денесі тірі, жан әлсіреген. Алғаш күндер ол үндемеді. Үйдегілер оны жай ғана қорқып қалған шығар деп ойлады. Бірақ уақыт өткен сайын бәрі өзгере бастады. Қарагөздің денесі суып кетті. Қан айналмай тұрғандай, қолдары мұздай, тіпті күннің астында отырса да жылынбайтын. Түнге қарай жағдайы одан сайын ауырлайтын. Бірінші түн ол ұйықтай алмады. Терезенің сыртында жел жоқ еді, бірақ бұталар өздігінен қозғалып тұрғандай. Сырт. Бұтақтар әйнекті тырнап жатыр. Қарагөз көрпеге оранып көзін жұмды. Жел, бұл жай ғана жел деп өзіне басу айтты. Бірақ келесі сәтте тұқ, ол дыбыс жел емес. Тұқ, бұл тұяқтың дауысы. Қарагөз көзін ашты, жүрегі кеудесіне шығып кетердей соғып тұр. Терезеге қарауға қорықты, бірақ қарады. Қараңғы, бірақ сол қараңғылықтың ішінде екі қызыл нүкте жылтырады. Қарагөз айғайлап жіберді, сол сәтте бәрі жоғалды. Үйдегілер жүгіріп келді. Не болды деп. Қарагөз сөйлей алмайды, тек терезені көрсетті. Сыртта ештеңе жоқ, бірақ сол түннен кейін әр түн солай қайталанды. Ағаштар енді оған ағаш болып көрінбеді, олар мүйізді сияқты, бұтақтары мүйіз, көлеңкелері дене. Жел соқса, ол оған жақындап келе жатқандай сезілетін. Бір аптадан кейін Қарагөз қатты ауырып қалды, тамақ ішпейді, сөйлеспейді, көзі бір нүктеге қадалып тұрады. Бұл жай емес, деді анасы. Сол күні олар оны тәуіпке апарды. Ауылдан алыс, ескі үйде тұратын бір шал бар еді. Жұрт оны емші дейді. Үйге кіргенде ауа ауыр еді. Шал Қарагөзге ұзақ қарады, сөйлеген жоқ, сосын басын шайқады. Кешігіп келдіңдер, деді. Анасы жылап жіберді. Не болды оған? Шал баяу ғана айтты. Ол жалғыз емес. Қарагөз селк етті. Ол көрген, ол сезген, ол таңдалған. Шал от жағып түтін шығарды. Қарагөздің үстін шөппен айналдырып бірдеңелерді оқыды. Көзіңді жап деді ол қатты. Қарагөз жұмды. Сол сәтте ол қайтадан сол орманды көрді, және оны мүйізді. Ол жақындап келеді. Сені таптым. Қарагөз айғайлап жіберді, көзін ашты. Шал оның мойнына тұмардақты. Мұны шешпе, қарама, шақырма оны, деді. Қарагөз басын изеді, олар үйге қайтты. Бірақ жолда көлік тоқтап қалды. Ағасы капотташып қарап тұр. Түсініксіз, деді ол. Айнала тыныш, тып-тыныш. Қарагөз терезеден сыртқа қарады. Сол жер, сол жол, сол орман және сол ағаштал ол бірден таныды. Бұл сол түндегі жер, жүрегі тарсылдап кетті. Сосын ол оны көрді. Орманның ішінде екі қызыл көз. Қарагөз айғайлап жіберді. Аға, деп. Ағасы бұрылып қарады. Не болды? Ол жерде. Сол сәтте ағаштар қозғалды. Қараңғылық ішінен ол шықты, мүйізді. Бұл жолы жақын, өте жақын. Ол жүгірді. Тоқ. Жер дірілдеп кетті. Жат, деп айғайлады ағасы. Кешеді. Мүйізді келіп, көлікті бүйірінен сүзді. Гүрс. Көлік аударылып кетті. Әлем төңкеріліп кеткендей болды. Қарагөздің басы соғылды, құлағы шулады, тыныштық. Сосын аяқ дыбысы. Тоқылдап әлгі мүйізді келе жатты. Ол келді, көлікке жақындады. Сосын бір түрлі нәрсе болды. Ол түзелді, адам сияқты. Екі аяғына тұрды. Бойы одан да биік көрінді. Қарагөз қатып қалды. Ол көліктің есігін ұстап жай ғана ашты. Қарагөз айғайлап жіберді. Ол қолын созды. Ұзын, қара. Қарагөздің шашынан ұстап алды. Ауыр, қатты. Жоқ, деп жатты ол. Ол оны сүйреп шығарды. Жермен, тастың үстімен, ағаштардың арасына. Қарагөздің қолдары жерді ұстап қалуға тырысты, бірақ ештеңе көмектеспеді. Жібер, деп айғайлап жатты қыз. Ол жауап бермеді, тек тыныс алды және сыбырлады. Енді сен менікісің дегендей. Орман оны жұтып қойды. Айғай бірте-бірте сөнді. Ал таң атқанда жолда тек аударылған көлік қалды.